Құрметті әріптестер, үшінші сабаққа қош келдіңіздер деймін. Сонымен біздің бүгінгі үшінші экшн әдісіміз бұл блиц ойындарының түрі сұхбат жүргізу. Сұхбат жүргізу қысқа мерзімді шағын ойындардың түріне жатады. Оқушылардың нақты білігі мен нақты дағдысын дамытатын әдістердің біреуі. Бұл жерде оқушы өзінің рөлін өте жақсы ойнау керек, және ойыннан кейінгі кезең өте маңызды. Оқушы соңында осы ойыннан не түйді, соны ой толғау ретінде өзінің ойымен 5-6 сөйлеммен жеткізу керек. Сонымен бұл сұхбатты жүргізбес бұрын міндетті түрде балаларға жақсылап тұрып, оның ережесі түсіндірілу керек. Сұхбат жүргізу міндетті түрде екі жақтың арасында болады. Біріншісі, жалпы біздің өмірімізде біз күнделікті сұхбат, күнделікті диалогпен өмір сүріп жатырмыз. Бұл коммуникация деп айтылады. Ал енді қараңыз, бұл сұхбат жүргізу міндетті түрде бұл жерде тілші болады, және осы сұхбатқа жауап беретін адам болады. Сол күнделікті сұхбатпен біздің сұхбаттың айырмашылығы осы жерде. Міндетті түрде тілшінің сұрағына жауап беретін сұхбат беруші болады, және тілші болады, журналистер болады. Міндетті түрде балаға осы екі тараптың критерийлері түсіндірілу керек. Бірінші, сұхбат беруші адам сұрақтарға нақты, толық жауап беру керек. Екінші, атмосфераның жақсы көңіл күйде болуы екі жаққа да байланысты, сондықтан атмосфераның көңіл күйіне назар аударады дейміз. Үшінші, тығырықтан жол табады. Сұхбат беруші адам, мысалы, оған өзі толық жауабын білмейтін сұрақ келген кезде, ол сол ситуациядан шығып кететіндей, тығырықтан жол табатындай болу керек. Көбінесе сұхбат берушінің рөліне мейлінше сөзге шебер, сөзге шешен, дарынды оқушыларыңызды қойғандарыңыз өте дұрыс болады. Ал енді қалған оқушылар, олар журналистер, яғни олар радионың журналисті болуы мүмкін, телеарнаның журналисті болуы мүмкін, немесе журнал, газет, бақ құралдарын барлығын қамтисыздар бұл жерде. Ол өзін таныстырады. Сонда бірінші айтылатын критерий, тілші өзін таныстырады. Екінші, міндетті түрде ілтипат сөздерін қолданады. Үшінші, атмосфераның хал-ахуалына әсер етеді. Бұл тілшіге қойылатын. Тағы да біреу бар, ол бір сұраққа толық бір сұрақ қояды. Бір қызықты сұрақ қояды, кешіріңіздер. Қызықты сұрақ қояды дегеніміз дұрыс болады. Енді қараңыз, бала критерийді әбден меңгергеннен кейін сұхбатты бастайсыздар сыныпта. Мысалы, менің жағдайымда кино әлеміне саяхат кино бөлімі бойынша менде 8-ші сыныптарда болды. Гол деген киноны көрдік. Киноны әрине сабақтың өн бойында кино көріп отырмайсыз. 15 минутты көрсетіп, қалған қызықты жерге келгенде тоқтатып, оқушыға үйге тапсырма беріп жібересіз. Бала көріп келеді, келгеннен кейін сол жердегі басты кейіпкер американдық актер Коно Беккер болды. Сол Коно Беккерді ортаға шақырып сұхбатқа дайындадым. Және де бұл жерде өте қызықты, маңызды факты, лайфхак деп айтайын сіздерге. Сұхбат жүргізбес бұрын, бір 5-10 минут бұрын ба, жоқ әлде егер үйге тапсырма беретін болсаңыз, сол жерде айтып кетуге болады. Өте қызықты мәлімет беріп жеріңіз, сұхбатыңызға байланысты, тапсырмаға байланысты. Мысалы, мен былай айттым, осы Коно Беккер біздің қазақстандық кино
түсірілуге шақырылған болатын. Көшпенділер фильміндегі басты рөлді сомдаған, яғни Әбіл Мансұрдың рөлінде осы Куно Беккер ойнаған болатын. Әйгілі каскадер. Сол өнеріне байланысты оларға қомақты ақша төлеп Қазақстанға шақырып, осылай біздің ең басты, ең ерекше тарихи тұлғаның рөлін сомдатқан болатын деп айтып жібердім, бітті. Бала сұхбатқа келген кезде Абылай хан туралы көптеген сұрақтар қойды. Сонда баланың ізденуіне сіз мүмкіндік бересіз. Көрдіңіз бе? Бұл сіздің фишкаңыз болады. Бұны лайфхак деп айтып жатырмын, фишка деуге болады. Енді міндетті түрде бала, сәлеметсіз бе, мен Forbes журналының тілшісімін, сізге мен мынандай сұрақ қояр едім деп айту керек. Осы сөздердің бәрін мысал ретінде өзіңіз айтыңыз. Қыстырма сөздер бұл жерде өте күшті қолданылу керек. Сол кезде мысалы жауап беруші адам рахмет, сіздің сұрағыңыз өте ұнап тұр деген сөздерді де қосып отыру керек. Егер бала осындай актерлік шеберлікті қатар алып, бірге алып жүретін болса, онда сіздің сабағыңыз өте қызықты болады, өте ұнамды, балаларға сол ұнайды. Одан кейін мысалы киім бөлімін алатын болсақ, сіз дизайнер мен оқушылардың арасында сұхбат жүргізсеңіз болады. Немесе бұл сұхбатты мен үйге де беріп жіберем. 2 минуттық 3 адамнан 3 сұхбат алып келіңдер деп, оны олар міндетті түрде өздерінің телефондағы аудио жазбасы арқылы жазып әкелу керек. Сонда адамдарды тоқтатқан кезде сәлеметсіз бе, мен осындай мектептің осындай сынып оқушысымын, сізге мынандай сұрақ қойғым келеді, бізге үй тапсырмасы беріліп еді деп, бала міндетті түрде айтып кетсе, кез келген адам тоқтап оның сұрағына жауап береді. Ол сізге күшті база болады, бұл мұғалімге база болады. Сосын қараңыз, әр бала сізге 3 сұхбаттан әкелсе, 20 балаңыз 3 сұхбаттан, сізде 60 сұхбат бар. Соның ішіндегі ең кереметтерін таңдап алыңыз да ББЖ мен ТЖБ-ға қолданыңыз. Ал бала өзінің дауысын естіп отырып сол сұраққа жауап беретін болса, тіптен нұр үстіне нұр, балаларға өте қызықты болады. Және өзінің дауысын естіген кезде оған тіпті керемет әсерде болады. Міне, сөйтіп сұхбатыңыз аяқталды. Сұхбаттан кейін ең маңызды кезең бұл өнім. Сабақтың соңында міндетті түрде өнім болады. Бұл экшн әдістердің де соңында өнімді көруіңіз керексіз. Бала қаншалықты қолдана алды, бала қаншалықты сезіне алды, қаншалықты қызықты орындай алды. Сол кезде 5-6 сөйлем жеткілікті. Немесе сөзбен берсеңіз болады, 40 сөз, 30 сөз, 50 сөз деп сөзді көп қылмаңыз. Егер көп сөз беретін болсаңыз, бала бірден қиналады, мен қазір 100 сөзді қайдан алам, не жазам, ой апай жазбай қояйықшы деп бастайды. Сіз 30 сөз, 20 сөз десең бітті, бала жазып береді. Сол кезде сұхбаттан қандай өзіңе түйін жасадың, саған не ұнады, тілші туралы өз ойын жазсын, өзінің рөлін өзі қалай сомдады, сұхбат беруші өзінің рөлін қалай сомдады. Міне осылай бірнеше сұрақты беріп тастаңыз, бала осы сұраққа жауап берсе, өзінің ой толғамын көрсететін болса, сізге бұл үлкен өнім болады. Міне, құрметті әріптестер, бұл экшн әдіс өте өнімді, баланың басқа адамдармен коммуникациясын дамытатын, нақты әрекетін жетілдіретін керемет әдістердің бірі. Осыны сабақтарыңызға қолданып, іс жүзіне асырасыздар деп ойлаймын. Әлі болашақта сіздерден кері байланыс көретін боламын, оқитын боламын деп ойлаймын. Рахмет, тыңдағандарыңызға, қажеттеріңізге жаратарсыздар. Сау болыңыздар.